не деген каркас, мынау 9 этажды, 5 этажды үй соғайын деп жатсыңдар ма? Подушканың размері 1 метрге 40 сантиметр. Біз осы салада жүргенімізге 15 жыл болды, 20 жыл болды. Бұл сізге қалтаңызға артық шығын болады. Кейбір кісілер жаңағыдай тұрсам өзім тұрам, қалса бала шағама қалады дейді да. Арматураның nimasiga да бетке арматура ташланады 1 метр. Оның барлығы сіздің қалтаңызда осы дүниелерді кемі 2-3 миллион теңге экономдауға алып келеді. Жолдастарына, бажасына, құрылыстың басына келген кісілерге мақтанып айтып жатады. Оның результатын біз геологиялық анализдің есебінен біле аламыз. Бетонный заводпен келісім жасау керек болады. Арматура енді 1 метрі misol 1000 теңге болғанда ham 80 метр, 90 метр арматура кетеді. Демек, апрель-май бетон құятын ай болып тұр ғой. Ассалаумағалейкум. Біз бүгін өздеріңіз байқап тұрсыздар, подушканың этапына келдік. Мынау каркасты көріп көпшілік айтуы мүмкін. Не деген каркас, мынау 9 этажды, 5 этажды үй соғайын деп жатсыңдар ма деген сияқты. Бұның барлығы біз алдыңғы тақырыптағы видеода айтып кеткеніміздей геологиялық анализдің шешімімен сол расчеттан шыққан дүние болып тұр. Посадочный слой терең болғандықтан бірінші, екіншіден сол расчетпен бірге шыққан дүние. Енді өздеріңіз қарап былай айтсаңыздар болады, бізде осы уақытқа дейін қаншама үйлер соғылып жатыр. Мынау астындағы сеточный, каркасный емес, сеточныймен де істеліп жатыр ғой деп. Оның результатын біз геологиялық анализдің есебінен біле аламыз. Мысалға, кейбір ситуацияларда өздеріңіз білесіздер, біз тек қана жеке тұрғын емес, көп қабатты тұрғын үйлердің де жобасымен айналысамыз. Сол кездерде 5 қабатты тұрғын үйлерге расчетпен мынау сеткаобразный астындағы слойдың өзінде 12-лік арматурамен өтіп жатады. Бұл деген сөз біздегі геологияның үлкен преимуществосын білдіреді. Мысалға, құрылыстың басында жүрген кейбір ағайындардың айтуымен біз осы салада жүргенімізге 15 жыл болды, 20 жыл болды. Бұл ситуацияда жаңағындай астыңға бір сеткамен де өтуге болады, болмаса 12-лік өтетін жерге 20-лық, 22-лік арматураны ұсынып жатады. Бұл сізге қалтаңызға артық шығын болады, біріншіден. Екіншіден, ол кісілер өзінің жұмысына да запаспен айтып жатады. Олай істеуге болады, егер артық шығынға дайын болсаңыз. Бұл жаңағы геологиялық анализдің сосын жаңағындай рабочий проектінің сыздырылуы, оның барлығы сіздің қалтаңызда осы дүниелерді кемі 2-3 миллион теңге экономдауға алып келеді. Ол әрине өзіңізге қатысты шешім болып табылады. Енді осы арматураға қатысты бір-екі сұрақтарды біздің осы құрылыстың басында жүрген Рүстем бауырымыздан сұрап кетейік. Балдар бізде қазір каркасын тоқып бастады подушканың. Өткенде айтып өткеніміздей, подушканың размері 1 метрге 40 сантиметр. Ені 1, биіктігі 40 сантиметр. Мына жерде бізде проект бойынша хомуттар тоқылды. Көріп тұрғаныңыздай 3 хомут, 1, 2, 3 хомут. 6-лық проволока, сым. Тасталған арматура саны 12, астында 6-ау. Мына жерде көрініп тұр, видеоға қарасаңыздар. Үстінде 6-ау, 12-лік арматура тасталды. Российский. Одан кейін тағы да бір мән беретін нәрсе, бізде арматураның астында, яғни защитный слой болу үшін специальный өзінің фиксаторлары болады. Сол фиксаторлардың барлығы қалдырылды. Қалай айтылатын? Фиксатор. Так, астында бізде қойылатын, арматураның астына қойылатын фиксатор. Және де үстінде де бізде 5 сантиметр защитный слой болады. Яғни бізде каркас 30-ға 30 болып тоқылған, астында үстінде 5 сантиметр защитный слой қалады. Одан кейін қарап отырсаңыздар, мына жақта опаловкалеріміздің барлығын полный отработка маймен жағып шықтық. Біз алдыңғы видеода айттық, так, цементный молочко, под бетонканы құйған кезде айтып өткенбіз, цементный молочко, что астына сіңіп кетпеу керек деп. Және де бізде ағаш опаловка болған үшін, ол да өзіне керекті бір влаганы сіңіріп алатын қасиеті бар. Сол үшін де біз отработка майды жағып шықтық. Және де бұл ағаштардың орнына негізі специально темір опаловкалерді де алып қолдануға болады. Ол опаловкалер дополнительный енді шығынды талап ететін болады қосымша. Біз бұл ағаштарды ертең сейсмопояс құйғанда, колонна, ригель, одан кейін мына жақта заборымыз құйылады. Сол опаловкалерге қолданатын боламыз. Алдағы уақытта қолданамыз ғой? Алдағы уақытта қолданамыз. Ең соңында біз оны крышаға өзімізге керекті жерлерге жарататын боламыз. Яғни бұлар шығынды азайту мақсатында істелген. Сосын тағы бір мәселе, мысалға, кейде 12-лік берілген жерге расчетта кейбір кісілер жаңағыдай тұрсам өзім тұрам, қалса бала шағама қалады дейді да. 22-лік, 20-лық арматура тастадым деп, жаңағыдай жолдастарына, бажасына, құрылыстың басына келген кісілерге мақтанып айтып жатады. Негізі ол да артық шығын болып есептеледі.
Осы сияқты мәселелерді біз алдағы уақытта тағы да толық талқылайтын боламыз. Қазір біз келесі этап мынау біздегі жүбіл шегелер қағылған байқауға болады. Бүйтіп жөндеп қарайтын болсаңыздар, осы құрылыстың басында жүрген ұстамыздан осыны сұрап көрейікші, не үшін істеп жатыр. Бізде мына жерде тұрғын аға дүбілдерді қаққан екенсіз. Соны не үшін қағып өттіңіз, соны бір түсіндіріп кетсеңіз. О, armaturanın nimasiga da, bu yerga armatura tashlanadi 1 metr. Har bitta 1,5 metr, 1,20 ga 1 metrdan armatura tashlanadi. Ortiqcha u bitga bo'ladi-da u. Shuni o'rniga dubilshiga qoqib ketamiz. Apalabga birdan bir sim tortganda bir-biriga kelmasligi uchun, mayishmasligi uchun. Odan bölük üstüne reyka qaqaslar qo'yib. Buni tepasiga kashaq qoqamiz, razmer qo'yib olamiz. Tepasi o'zi ketadi, tagi o'ynamasinga boshqaga qoqamiz-da. Shunga hisobiga Ustalardan osындай bir lifehacklar bo'lib turadi bizda qurilishning basında. Bo'lsa, armatura endi 1 metri misol 1000 tanga bo'lganda ham 80 metr, 90 metr armatura ketadi. Ay, dubl shigan kilosi 1000 tanga bo'lsa, 4 kilo shiga bilan bo'ladi. 2000 dan bo'lganda 5 kilo ketsa 10 ming tanga bo'ladi. 70 ming, 80 ming xo'jalikka bo'ladi. Qurilish qilyapti turgan odamning o'ziga ham u ana bo'ladi-da, foyda bo'ladi sa. Turg'un akaning жаңағыдай айтқанын толықтыратын болсақ, міне бізде обычно объектілерде мындай арматураларды 1 метр қылып кусок қылып кесіп, мына жерге примерно бір 100 арматурадай кесіп тасталады, яғни 100 метр арматура. Оның орнына біз дүбіл шеге қағып жатырмыз. Дүбіл шегені апалыққа тақалады. И мынаның үстінен рейкі жібереміз. Сол кезде қосымша. Сонымен уже апалыққаны бір-біріне қыса береді. Біздің жүбіл шегеміз мынау арматураның рөлін ойнап тұр ғой сонда қазір. Мына жағында, ана жағында екі жүбіл осы арматура. Жақсы, оның өзі біраз шығынды азайтайын деп тұр бізде алдағы уақытта. Жақсы, керемет. Осындай бір лайфхак болып тұр ғой бізде қазір. Так, Раке, міне каркасымыз, перекрестный лентамыз тоқылып дайын тұр екен. Мынау тот басқандарды не істейміз? Бұны осы күйге қалдыру керек па, или бір қосымша дүниелер жасала ма? Так, бұл жерде бізде мына жерде қарайтын болсақ, арматурамыз сыртта жатыр. Өткенде жаңбырлы погода болды. Бұны біз ортофосфорная кислота болады специально арматураның сыртындағы тотын кетіретін. Ертең полный арматураны тоқып біттік, опалубкаларды қойғаннан кейін бетоннан алдын біз соны сеуіп шығамыз. Содан кейін мына сыртында тоттар кетеді, одан кейін барып бетонды құятын боламыз. Жақсы. Сол бетонды құйып болдық дейік. Бізде көбінесе Instagram болсын, басқа жақтардан, әлеуметтік желілерден сұрайды бізден. Жалпы осы фундаментті қай кезде құйған ыңғайлы, қай айда бастайық, өзінің құрамын толыққанды сақтап, дұрыс киібу үшін қай кез ыңғайлы? Бетонды негізі жыл 12 ай бойы құя беруге болады. Бұл жерде жалғыз қарастырылатын, сақталатын мәселе бетонның құю кезіндегі, оның қату кезіндегі технологиясын сақтау керек болады. Яғни бетонға ең ыңғайлы погода 20 плюс-минус 2 градус, яғни 18 бен 22 градусының арасында бетон құятын болса, өзінің беріктігін жақсы жинайтын болады. Және өзіне керекті влага болатын болса, ол да 95 плюс-минус 5 градустағы влага болатын болса, ол өзінің беріктігін идеальный жинайды. Ол бетон 70%-ін примерно бір аптада жинайды, 100% беріктігін 28 күнде толық жинап бітеді. Егер жаңылдегі условия сақталатын болса. Примерно сол кезде бізде март, апрель и майдың басы болып тұр ғой, примерно. Примерно осы уақытта. Ал жақсы, не планированы, мысалға жоспарсыз кейде тура күннің ыстығы шілдеге түсіп қалдық. Ондайды да сұрайды бізден. Жаңағыдай жарылып кетпес үшін не істейміз, қандай процедуралар жасалады? Шығынсыз процедуралар, қолжетімді процедуралар жасайтын болсақ. Ол кезде бірінші момент бізде арматураның температурасында контрольға істеу керек болады. Өйткені күндіз 50 градустық арматура өзіне ыстықты сіңіреді. Яғни ол бетон құйғаннан кейін өзі сырттан ыстық бетон келеді, ыстық арматураға түсіп, ол жерде де трещина кету қаупі бар. Ол үшін желательно азанғы таңғы уақытта ерте немесе кешкі уақытта құйған дұрыс болады бетонды. Және де бетон құйып болғаннан кейін начало схватывания деген бар. Яғни ұстасу кезіндегі беріктігі, алғашқы беріктігі. Яғни сол кезде біз бөз матаны төсеп, оны су шашып тұруымыз керек болады әрбір 2-3 сағат сайын. 2-3 сағат сайын су шашып тұру керек. Жақсы, бұл бізде ыстық ауа райы кезінде, ал прям күн кейде бізде болады, ауа райы қатты былай ойнап, бірден минусовой температура болады. Болмаса, прям қыстың кезінде құйып жатқан кездер болып қалады. Сол кезде қандай процедура жасалады? Ол кезде бетонның заводпен келісім жасау керек болады. Бірінші қарастырылатын момент бетонның температурасы, бетонның өзінің температурасы болады. Ол температура 5 градустан төмен болмау керек. Екінші мәселе,
противоморозная добавка деген болады. Ол бетонның беріктігін тезірек жинауға көмектесетін қосымша қоспалар болып есептеледі. Соны заводқа айту керек, қосылуы, яғни қоссын деп бетонға. Одан кейін объекттің басында да тағы да қосымша іс-шаралар істелінеді. Ол алып қарайтын болсақ, бізде ТМО, яғни тепломасляный обогревательдер болады специально. Олардың яғни специальный кабельдері, сымдары болады. Оны арматураға байлап шығады ұсталар. Осы этапта? Осы этапта, иә. Егер қыстың уақытында, яғни минус ауа температура болатын болса. И сонымен опалубка дайындалып, жаңағыдай проводтар жүргеннен кейін бетон құйылады, бетон құйылғаннан кейін ТМО қосылады. Яғни бетон ұстайтын болсаңыз, кәдімгі жылы жаздың уақыттағы сияқты бетон болады. Ол өзінің беріктігін жинап шығуға септігін тигізеді. Өзінің беріктігін сақтап, әдемі кебеді. Иә, әдемі кебеді. Жақсы. Дәл қазіргі осындай периодта сонымен қай кез ыңғайлы болды, жалпы фундаментті құюға нақты айтатын болсақ? Енді бізде жаңағыдай видеоның басында айтып өткеніміздей 20 плюс-минус 2 градус дедік қой. Соған сәйкес бізде ең ондай погода болатын апрель-май болып тұр ғой. Демек, апрель-май бетон құятын ай болып тұр ғой. Керемет жауап. Рәке, бізде кейбір кісілер сұрайды, фундаментті құйып болғаннан кейін ол 1 жыл тұру керек емес па негізі? Осыған қатысты не айтасыз? Так, бетон 1 жыл тұру керек емес. Неге? Өйткені бетонның өзі жаңағыдай айтып өттік, 28 күнде 100% маркасын жинайды. Бір аптада примерно 70% өзінің маршный прочності жинап шығады. 70% жинаған бетонға уже үстіне нагрузка бере беруге болады. Бізде енді басқа объектілерде де бар, конструкцияға байланысты 50-70%-ның арасында маршный прочності жинайтын болса, уже ол конструкцияға, яғни нагрузка бере беруге болады. Қазір енді дамыған заман ғой, кейбір объектілерде болады. Енді үлкен зданиялар салынатын болса, 3 күнде мысалға маған 100% прочность керек деген. Оған дополнительный химикаттар қосу арқылы заводпен келісіліп, ондай бетонды да шығаруға болады. Яғни сіз 3 күнде уже 28 күнде алатын беріктігіңізді алып, жоғарысына конструкция көтере беруге болады. Құрылысты бастай беруге болады. Бастай беруге болады. Негізі, көпшілігінде байқап жүрген шығар, көп қалаларда, үлкен қалаларда 5 қабатты, 9 қабатты, 12 қабатты үйлердің өзі бір айдан кейін жаңағыдай кладкасын, басқасын бастап жатады. Бұл деген сөз, ол сіздің 1 қабатты, 2 қабатты үйіңізге ол ең дұрыс шешімі, арнайы расчетпен жоба сызылып барып істелетін болса, ол жерде уже ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Тура жаңағы айтылған сияқты 15-20 күннің төңірегінде кладкаға кірісе берсе болады. Бұл жалпы бұл әңгіме қаяқтан шықты? Өзіміз бала кезімізде әкелеріміз үйдің құрылысын бастап жатқан кезде жердің бетіндегі растительный слойды алса алды, тас төсесе төседі, төсемесе кәдімгі ешқандай подушкасыз, ешқандай арматурасыз фундаментті құяды да, сөйтеді да оны 1 жыл өзін қалай ұстайды, отыра ма, отырмай ма, трещина береді ме, бермей ма деген сияқты бақылайды. Бұл осыдан қалып кеткен түсінік бізде негізі. Соны көпшілік сұрап жатады, 1 жыл тұру керек па, керек емес па деп. Егер көңілдеріңіз тыныш болсын, мен солай істегім келеді дейтін болсаңыздар, ең дұрысы сол октябрь, ноябрьде құйып қоятын болсаңыздар фундаментті 1 жыл келесі жылға шейін күтіп, ары қарай үйлеріңіздің құрылысын бастай берсеңіздер болады.